Президентimiz биылғы жылды жұмысшы мамандығы жылы деп атағаны керемет. Бәріміз қуанып қалдық. Енді мен еңбек жолым жұмысшы болып 81 жылы осы Аралдағы ГПТУ 68 қазіргі мына Арал индустриалдық техникалық колледждің сол кезеңдегі алғашқы ашылған тігінші мамандығын ашқан кезеңдегі сонан тігінші мамандығын бітіріп, сол кезеңде бэккомбинатта тігінші болып жұмыс жасадым. Сол 4-5 жылдардан кейін сонда жүріп универсал закройщицалық курсты бітіріп келдім Алматыдан. Сөйтіп, жас цех меңгерушісі болып, 15 адамға басшылық жасап, қиюмен айналыстым. Міне сөйтіп жүргенімде, мен, яғни Арал индустриалдық техникалық колледжден маған сұраныс түсті, маман ретінде шәкірттерге дәріс беруге шақырды. Сөйтіп, мен сонда ауыстым. Зейнеткерлік жасқа келіп отырмын. Сол жылдардың барлығында да осы тігінші мамандығын игертуге, балаларға дәріс берумен келіп, одан кейін осы 22 жыл болды. Қосымша практика мен теорияны ұштастыру мақсатында сол кезеңде бағдарлама болды. Сол кезеңде шеберхана аштым өзім. Сөйтіп, сонда 15 шақты кезіндегі бэккомбинаттың адамдарын жинап, керемет алтын қолды кісілерді жинап, өйткен себебім біздің оқытып отқан оқушыларымыз мамандық алып отқан. Біз осы жұмысшы мамандығын насихаттау арқылы елімізде нағыз маман иелерін дайындау идеясын қолдаймыз. Мен Мақашева Гүлсезім, Арал индустриалды техникалық колледжінің арнайы тігінші мамандығы бойынша бітіруші түлегі. Осы оқу орнын бітіруші түлегі ретінде өз алғысымды білдіремін. 2025 жыл мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев жұмысшы мамандық жылы деп жариялады. Бұл біз үшін үлкен мүмкіндік. Мен өзім жеке кәсіпкер Ипі Келжанова атында жастар практикасынан өттім, және де осында тұрақты жұмысқа қабылдандым. Жұмысшы мамандық бұл тек мамандық алу ғана емес, болашаққа жол ашатын сенімді баспалдақ. Біз таңдаған мамандық еліміздің дамуына қосқан үлесіміз. Қазіргі уақытта жұмысшы мамандықтары мен техникалық білімнің маңыздылығы артып келеді. Жаңа технологиялар, өндірістік даму білікті мамандарды талап етеді. Мен өзімнің мамандығымды мақтан тұтамын, себебі ол маған болашақта сұранысқа ие болуға, қоғамға пайдалы еңбек етуге, өз ісімнің шебері атануға мүмкіндік береді. Жұмысшы мамандық алу арқылы біз тек теориялық білім ғана емес, тәжірибелік дағдыларды да меңгереміз. Бұл еліміздің өркендеуі үшін маңызды қадам. Қорытындылай келе, біз студенттер 2025 жылы кәсіптік білімді ғана жаңа деңгейге көтеру үшін бар күшімізді саламыз. Болашақ біздің қолымызда.